даңғазсың деп бетіме баса береді. Ал маған қарапайым болған ұнайды. Қысқасы, фильмді көріңіздер, өздеріңіз түсініп аласыздар. Қыздар. Жан, қосымшадан келе жатсың ба? Иә. Не ойланып келе жатсың? Жай қиялға беріліп кетті. Соншалықты қиялдайтындар қандай қиял? Қай бар Ажан? Кеттік бір жаққа барып әңгіме айтып кетейік. Жігіттер, іш пысып кетті, ә? Ай, біреуге пранк істейік. Давай. Қандай пранк істейміз? В общем, енді іш пысып кетті, білесіңдер. Менде идея бар. Давай кафеге барып, ана тамақ ішіп қалған ұнамады деп ше, пранк жасайық та, бірақ содан кейін пранк екенін айтамыз. Онда мен кім бұңғандар? Короче, бір көшеде кетіп байтын адамға барайық та, сол сумкасына бір өлі сал жерік, сол детский пранк болады. Өтеді осы. Идея зор болғанға десек қойшейін. Менде идея бар. Неге ерекше екен білесің? Давай сен айтшы, сен қызық сияқты ба? бір адам келе жатқанда, соның бас киіміне тарелканы салып жібереміз, болмаса қар, сол кезде келген кезінде үсті басы су болады. Сен түк емес екен ғой. Оданша мекін тыңдаңдар. Қазіргі трендте біреудің шәккісін аламыз, өтірік тышқанды қоқып қоямыз, кейін шешкен кезде шошып қорқып кетеді. Сен идея жоқ па, сен кім тыңдамадық айтпақшы? Менде негізі мощный идея бар. Идеям қалай? Қыздар, үстіп ашық жатып сөйлеспегенімізге біраз болды ғой, иә? Айтпа, үстіп кезет тұрсақ болады ғой. Байдың қыздармен сөйлесіп отырған бәрі бөлек қой. Неге үстіп айттың мен саған? Білместің ба? Жоқ, жай. Байдың қызы болатындай не қымбат киіп отырып еді. Бізбен бірге киіп отырып біз. Байлар қанша дегенмен байлығын көрсеткісі келмейді ғой. Әдейі осындай алба-жұлба киіммен жүреді. Жоқ, негізі саған айтып жатқан жоқ. Білесің ғой мен кім екенімді? Любой проблеманы шешемін. бір проблема болса, маған енді шешіп беремін. Давай. Сендер біздің каналға сонда айтамыз. Сәлем достар. Сіздерді Сен айтып тұрсың. сәлем достар, домалақ бастар. Егер де сен біздің сериалға түскің келсе, Мейрам Академиясына кел да, промокодын айтсаң біздің сериалға түсе аласың.